қалайсыз, амансыз ба? Аман есен, жақсымыз. Эфирімізге қош келдіңіз. Кешкілік эфир. Бұл аптада мен дүйсенбіден бастап әр салада жүрген мамандармен эфир жүргізіп, қарыз тақырыбын ашуға тырысып жатырмын. Өйткені қарыз мәселесі әсіресе карантин кезінде халқымыздың бірталайына өзекті мәселеге айналып отыр. Сондықтан енді өзіңіз жаңа таныстырып өттім, тағы да айта кетейін, адамдар қосылып жатыр. Бүгін эфирде Жеңіс Есенгелді, бизнес жаттықтырушы, коуч, ондаған бизнестің негізін қалаушы және біздің баспамызда биыл басылып шыққан "Өзіңді тап, өз ісіңді тап" деген керемет туындының авторы. Қош келдіңіз. Рахмет сізге. Тақырыбымыз қарыз мәселесіне арналады және өзіңіздің қаржы сауаттылығы тақырыбына қатысты тренингтер жүргізетініңізді ескере келе, осы тақырыпты да қамтып өтеміз. Алғашқы сұрағымызға көшейік. Жалпы сұрақтан бастайын. Қарыз дегеніміз не? Қарыздың қандай түрлері бар? Жалпы, қаржылық сауаттылық деген кезде, қаржылық сауаттылық деген сөз жалпы ақшаны табу және оны сақтау және оны көбейту деген нәрсе болатын болса, оның ең соңында қарыз деген мәселе міндетті түрде. Мәселе бұл қаржылық сауаттылықтан ажырап кеткен нәрсе емес. Өйткені көп адамдардың проблемасы, көп адамдардың қаржымен жұмыс істей алмауының бірден бір себебі ол қарызға кіріп кетуінен басталады. Жалпы қарыз деген нәрсе, себебін айтайын, оның негізінде жалпы қарыз деген нәрсенің себебі бар. Неге адамдар қарызға кіреді деген сияқты. Көп адамдар бәрінде қарыз бар қазір. Бәрінде қарыз бар. Көп адамдарда ол қарыздың үлкен кішісі де әртүрлі болуы мүмкін, біреуде аз, біреуде үлкен деген сияқты. Бірақ факт, что қарыз болады, өмір болғаннан кейін болады. Бірақ қарыздардың өзі бөлінеді екен, өзі ақымақ қарыз болып бөлінеді, ақылды қарыз болып бөлінеді деген. Орысша айтқанда глупый и умный деп айтады ғой. Сол сияқты ақымақ қарыз, ақылды қарыз деп екі рет бөлінеді, екіге. Енді айтайық, ақылды қарыз деген не нәрсе? Ақылды қарыз деген сөз, сен біреуден қарыз ақшаны аласың, бірақ қандай да бір оны бір шаруаға салу мүмкін да, сол жүйеге салғаннан кейін сол жүйе жұмыс істеп тұрады да, жаңағы қарызды сол жүйе арқылы қайтарылатын болатын болса, бұл ақылды қарыз деп аталады негізінде. Ал ақымақ қарыз деген нәрсе, бұл қарызды алады адамдар алып алғаннан кейін келесі айдан бастап өзінің кәдімгі қалтасынан төлеуге бастайды. Енді бұл қазіргі тілмен айтқанда тұтыну үшін алған қарыз, ақымақ қарыз болып есептеледі. Жалпы тамақ жеу үшін, киім кию үшін, той жасау үшін, машина алу үшін, үй алу үшін деген нәрселердің барлығы негізінде айналып келгенде ақымақ қарыздар болып есептеледі. Неге? Оны сен алған күннен бастап, сен уже қалтаңнан істей бастайсың, өзіңнің жаңағы тәптіштеп тапқан нәрсеңнен бастап қайтара бастайсың. Оның проблемасы осы. Ал ақылды қарыз деген сөз тек қана сен оны инвестиция үшін, бизнес ашу үшін болуы мүмкін, сондай инвестиция үшін болуы мүмкін. Енді неліктен қарызға кіреді адамдар? Проблема осы жерде болып тұр ғой. Бәрі білгісі келеді. Неге осы біз кіріп кетеміз деген сияқты. Адам өзі кіріп алады да, бірақ себебін білмейді. Сол себебі адамдар өзінің қазіргі тауып жатқан табысымен келіспейді екен, іштей келіспейді екен. Түсінесіз ба? Іштей келіспейді. Ол қалай? Мысалға, бір адам 200 мың теңге тауып жүреді, бірақ сол адам мен 200 мың теңге табу емес, мен негізінде 500 мың теңге табуға лайықтымын дейді. Мен негізінде миллион теңге табатын адамның ойлап өзін істейді. Солай деп ойлайды, өзіне солай баға береді. Сөйтіп ойлаған адам анау жаңадан бір табыс тапқысы келмейді да, өзін адамдарға 500 мың теңге табатын сияқты қылып көрсеткісі келеді. Миллион теңге табатын адам сияқты көрсеткісі келеді да, енді 500 мың теңге табатын адам не істеу керек? Машина міну керек, ол анау машина міну керек қой, ол андай бір шамалы биіктеу машина міну керек ол. 500 мың теңге табатын адам үстіне кемінде 150 мың теңгенің костюм шалбарын кию керек ол. Көрдіңіз ба? Сосын ол барып жаңағыдай 50 мың теңгені алмайды, ананы алады. Не үшін? Алу үшін енді ол шынымен былай реалды өмірде қарайтын болсақ, ол шынымен негізінде 150-200 мың теңге тауып жүр ғой. Ол енді ана барады да кәсіпкерлікке кіреді ғой жаңағы. Көрдіңіз ба? Негізінде не деп айтсам, бұл қарызға кірмеу үшін адам не істеу керек? Өзінің қазіргі ақшасымен не істеу керек? Келісу керек. Қазір 200 мың теңге тауып жүрсің ба, сонымен келіс. Смирись с этим дейді ғой орысша айтқан кезде. Сондықтан сонымен келісу керек. Сосын барып ойлану керек. Мен шынымен де жаңағыдай тұлға болу үшін не істеуім керекпін? Так, бүгіннен бастап кірісті көбейте бастайын деген сияқты. Вот солай ойлану керек.
Өте айбат анықтама бердіңіз. Бұған дейін қарыздың енді түр-түрін қонақтарымыз айтып көрсетті, ара-жігін ажыратып көрсетті. Бірақ ақылды, ақылсыз қарыз дегенді өзіңіз жақсы аштыңыз деп ойлаймын. Ал қарыз алайын деп тұрған адамға қандай да бір басқа альтернатива ұсынуға бола ма? Иә. Жалпы қарызды алайын деп тұрған адамның шешім қабылдайтын кезде, енді ол санамен қабылдайды ғой. Кез келген адам саналы қабылдайды, бейсаналы түрде қабылдайды деген сияқты нәрсе бар. Көбіне адамдар бейсаналы түрде қабылдайды. Бұл не? Неосознанно дейді ғой. Неосознанно. Неге? Әдетке байланысты қабылдайды. Өйткені мысалға айтайын. Мен бір салыстырулар келтіремін енді адамдарға түсінікті болу үшін. Қараңыздар, мысалға бір ішетін адам бар, ішкіш деп айтайық. Алғаш демей ғой, ішкіш деп айтайық. Бір ішкіш адам бар, өнепейін бір нәрсе болса, ішеді де жүреді, жаңағы постоянно қарасаң ішіп жүреді. Сол адамның ең бірінші несін қарайсаң, ең бірінші жаңағы өзінің қалай бұл ішіп бастады деген нәрсені сұрағына қоятын болсақ, бұл адам ең басында бір күйік деп айтады, өздерінің айтуы бойынша бір күйдім дейді, бір нәрсеге стресс болды, бір нәрсеге ашуландым дейді. Сол моментте бұл адам, ашуланған адам өзінің ашуын басу үшін неше түрлі альтернативалар бар, өзіңіз білесіз. Біреу бар дәрет алуы мүмкін, біреу бар отыруы мүмкін, біреу жатуы мүмкін, біреу су ішеді, біреу шай ішеді деген сияқты. Сол сияқты болады да, бұл адам уже миында не пайда болады? Альтернатива. Қайсысын орындасам екен? Мынаны басу үшін қайсысы? Біреу темекі тартады, біреу тұрады да, давай, көрейінші осы 100 грамм көрейінші дейді ғой. Сөйтеді да, өйткені 100 грамм ішіп басу ең оңай болып тұр да оған. Сөйтеді да, бұл 100 граммды бір рет ішкеннен кейін ми оны жазып алады. Қалай жазып алады? Так, ашуланды, 100 грамм ішті, 100 грамм ішкеннен кейін ол басылды деген программа жазылып қалды, нейрон пути жазылып қалды, нейрон жазылып қалды. Енді ол болды, енді келесіде кішкентай ашуланса болды, адам не істейді? Адамның миына не келеді? Сигнал керек. Сен өткенде ең оптимальный вариант осындай еді. Дейді да, қайтадан ішеді. Мышление алкаша деген осы болады негізінде. Ішуші адамның ойлау қабілеті осындай болады. Ал мына кредит не бар ғой? Қарыз кредит деген нәрсе бар ғой. Адам ең бірінші кредитті не үшін алады? Қарызды не үшін алады? Екі жағдайда алады. Не оған проблема болып қалады, не ол армандап кетеді бір нәрсені. Немесе баласы ауырып қалды, немесе ол бір нәрсені армандап кетті. Машина шубы деген сияқты. Сол екі жағдай болған кезде адамның ойына неше түрлі альтернатива нәрселер келеді да, бірақ ең ішіндегі оңайы, ми үшін оңайы салмақ салмайтын. Мынаяқтан кірісті көбейту, көбірек жұмыс жасап ақша табу деген келеді. Мынаяқтан кредит алу деген не келеді? Миға қайсысы жеңіл? Кредит ала салу жеңіл да, өйткені күш жұмсамау керек қой. Көрдіңіз? Сөйтіп те бір рет алғаннан кейін болды. Сен бірінші ситуацияға осы нәрсені алып алдың ба, енді екіншісінде де соны предлагать етеді. Мы постоянно соны предлагать етеді, көрдіңіз ба? Ал сен предлагать еткен кезде көшеде шақырылып жатқандар бар. Саған осындай керек па? Бізден ал. Анау керек па? Каспиреттен ал. Бүйт деген сияқты ұсынып жатыр. Ұсынғанға мынау ми пожалуйста дейді. Сөйтіп адамдарды әдет қойды. Мен таңдау, жаңа сіз айтқан сияқты, қандай таңдау альтернатива болар еді деген кезде кішкене ойланып, оңай жол емес, оңай жолдың ар жағы қиындау болады. Қазір қиын болатын, бірақ ар жағы оңай болатын нәрсені таңдаған жақсы. Кірісті көбейту жолдарын үйрену керек. Кірісті көбейту бір, екіншіден үнемшілдікті де қосса артық болмайтын сияқты. Үнемшілдік дегенде енді қараңыз, үнемшілдік деп айтпай ақ қойып, ысырапшылдықты доғару керек. Үнемшілдік деген нәрсені көп адамдар білмейді. Үнемшілдік деген сөз көбіне адамдар ойлайды, адамның аузынан жыру деп ойлайды. Жыру емес негізінде. Үнемшілдік адамның аузынан жыру емес. Бұл айтқанда бір нәрсені жемей қою емес. Үнемшілдік ол болып жатыр. Менің интернетім жақсы. Бұған дейін бұндай енді қалай болып тұр? Дұрыс болып тұр, менде дұрыс болып тұр. Мен жаңа оператордың байланысымен отырдым телефоны, қазір Wi-Fi-ға қосылдым. Меніңше Wi-Fi тәуір сияқты. Жаңағы сұрағыңыздың жауабы естілмей қалды, сұрақтың жауабы. Үнемшілдік, ысырапшылдыққа бармау дегендей бірдеңе айтып жатырсыз, бірақ естілмеді. Қараңыз, мына жақта үнемшілдік деген сөзді адамдар үнемшілдік жасау керек деп ойлайды да,
анау өзінің жеп отырған нанын азайтуы мүмкін, өзінің бұрынғы істеп отырған нәрселерін азайтуы мүмкін. Ол дұрыс емес негізінде. Олай азайту керек емес. Жалпы не істеу керек? Ысырапшылдыққа жол бермеу керек. Ысырапшылдыққа жол бермеу деген сөз, адам алып жатқан кезде бұл қажет нәрсе ма, әлде роскошь па? Былай айтқанда, надо, хочу деген екі түрлі нәрсе болады. Екі түрлі нәрсе болады. Надо товар деген бар, хочу товар деген бар. Енді орысшадан түсіндірейік те, қазақшаға аударған кезде қатты қажетті товар немесе керек, былай айтқанда роскошь деп айтамыз біз оны. Хочу товар, надо товар. Сондықтан көбіне адамдар қараңызшы, үнемдеп отырады да, үйінде үнемдеп балаларына анау-мынау бермей отырады да, көшеге шығып бургер жеп келетін адамдарды білесің. Негізінде ол адам үнемдеу керек емес, ана бургерді қоя тұру керек та негізінде. Бургер ол, былай айтқанда, нәпсінің тамағы ғой. Ол ысырапшылдық болып есептеледі негізінде. Және үнемділік деген нәрсе өзі ақшаға байланысты ғана болмайды. Үнемділік өзі денсаулықта және уақытта және ақшада болып бөлінеді негізінде. Сондықтан үнемділік деген нәрсені білу керек. Кезекті сұрақ, міне қарызға ақша алып жатқан адам қарызды шақыратын білмеуі мүмкін. Сондықтан долговая яма деген түсінік бар, ұғым бар. Долговая ямаға кіріп кетпеудің қандай жолдары бар? Осыны бір ашып көрсете аласыз ба? Қараңыз, қарыз жабудың негізгі ережелері деген нәрсе бар бізде. Қаржы сауаттылықта соңында біз береміз сол нәрсені. Ешқашанда қарыз алмаймын деп шешім қабылдау дейді. Адам жалпы қарызды жапқаннан кейін ешқандай да қарыз алмаймын деп шешім қабылдау керек негізінде. Қабылдау керек. Қай уақытта сен бір нәрсенің жолын жаппайсың, екінші жол ашылмайды саған. Бұл не ғой, анау өткен мына кітабымда да жазамын ғой, мен окоп қазып алма деп, өзіңіз оқыдыңыз ғой, 8 рет оқыдыңыз ғой. Окоп қазып алма деген нәрсе бар ғой. Жалпы окоп деген нәрсенің, мен көз алдыма елестетемін, кез келген нәрсені, кез келген зона комфортта, кез келген саған ұнамды нәрсе, кез келген сен істей қоятын нәрселері бар. Окоп деген сондай, мысалға сен окопын қазып тұра ма, сен жауға жүгіріп бара жатып та, бір жау ата қалса мен окопқа түсе қаламын деген нәрсе бар. Жұмыстан шыққан адам өзі бір жұмысы дайын тұрады болса, екінші бизнесті көреді да, бизнесі не болмай қалып жатса, сразу бұрынғы жұмысқа бара салатын сияқты. Бұл қарызды да сондай да. Сен постоянно бір жерден қарыз алып жүретін жерің бар. Сен анау история дейді ғой, жаңағы банкте историяң бар жақсы деген сияқты. Сен соны біліп тұрсаң, болды. Сен мынаяқтан бір-екі нәрсені көресің, сразу болмай қалатын болса, сразу не істейсің? Кредитке жүгіресің. Значит, мына жолды жабу керек. Окопты көму керек. Значит, мен алмаймын деп шешім қабылдау керек. Біріншіден. Екіншіден, қарызды вообще ай сайын тұрақты түрде қайтарып керек, адамға қайтарып керек. Үшінші рет оны қарыз жабу процесін заңдастыру керек. Сосын оны жүйе қайтаратындай қылып қою керек. Енді қарыз адамды келесі қарызды шақырады деген сол ғой, енді шақырады деген сөз адамға әдетке айналып кетеді. Мінез деген жалпы неден пайда болады? Бір іс қайта-қайта қайталанған кезде әдет болады, әдет қайта-қайта қайталанған кезде ол мінез болып кетеді. Мінез болды деген сөз сенің ойлау қабілетің мышление должника дейді. Менің жаңағы Сайфмұрат Даулатовтың жаңағы менің ұстазымның айтатын сөзі ғой, мышление должника деп айтады. Қарызгердің ойлау қабілеті дейді. Көрдің бе? Сен уже не болып қаласың? Уже қарызгер деген атаққа елмес, сен уже қарыз ала беретін адам болып қаласың. Бұл өте адамға сіңіп кететін нәрсе. Бір қызық айтайын. Мынау алла тағала хадис бар сондай. Қай уақытта адам бір рет өтірік айтады, екі рет өтірік айтады, үшінші рет өтірік айтады, сөйтіп өтірік айта берген кезде дейді, алла тағаланың алдында мына адам өтірікші деп жазылып қояды екен да. Бұл қарыз деген нәрсе бар ғой, адамды өтірік айтуға алып барады, білесің бе? Басында сен постоянно үнемі қайтарып жүре алмайсың, бір моменттер болып қалады. Сенің ішіңде мындай пайда болады. Ой, ұят болды мына кісіден. Бір өтірік айта салайын дейсің. Сен бір рет өтірік айтасың, екі рет өтірік айтасың. Сөйтіп етің үйрене бастайды сен нағыз өтірікші болып шыға келесің. Енді төлемегеннен кейін ана адам тұрады да саған айтады, ей, сен білесің ба, сен оңбағансың десе, сен оған қарсысың ғой, не деп жауап бересің? Я, мен оңбағанмын дейсің. Бір-екі рет естігенде неприятно болады, бірақ артынан сен уже анаған иммунитет пайда болады. Етің үйреніп кетеді ғой. Етің үйреніп кетеді. Қарыз арқылы сен уже намыс деген нәрседен жоғалады сенде. Намыс болмайды сенде. Ол тек қана қарыз емес, қарыздан құтылғаннан кейін де сен ана денеңде удар
жаңағы удар батпайтын адамдар дейді ғой, сол сияқты болып қаласың сен. Ана тіл батпайды. Қай уақытта адамға тіл батпайды, қай уақытта адам намысы құриды, бітті. Сол күннен бастап Алла сақтасын, болмайды. Өзімді үйретпей ол. Қарызға батып жүрген адам қандай мүмкіндіктерден, қандай несібелерден қырқылады, қандай есіктер жабылады қарызға батқан адамның алдында? Иә. Мысалға айтайық, біз қарыз деген ол уәде ғой. Қарыз деген үлкен уәде. Енді айтайық, жалпы қарыз емес деген нәрсе. Мысалға ақша, қарыз деген нәрсені тек қана ақшаға байламай қояйық та, былай да айтайық ше. Былай да қарыздар бар. Қандай қарыздар? Мен саған істеп беремін. Мен мынаны орындап беремін. Мен саған кешке звондаймын. Мен саған кешке барамын. Кешке бүйтемін деген сөздердің барлығы ол сөз қарызы болып есептеледі. Көрдіңіз ба? Сөйтіп, бұл әрбір айтқан сөз, өзі пайғамбар айтады ғой, сөз, уәде бердің ба, орында деп. Ол бермедің ба, алма деген сияқты. Енді адам сөзді бергеннен кейін адамның миында автоматически не пайда болады екен? Процесс, ожидание. Мысалға, әрқашанда мен айтамын ғой, принтерге, компьютерге принтерді қостың да, анау печатьті басып қалшы, печатьті басып қалды, ана түбін суырып алсаң, резко не пайда болады? Ана жерде ожидание деген пайда болады. Сен қашан принтердің тоғын анаған қоспайынша, анау печать жасамайды уже. Соны күтіп отырады ол. Процесс работает. Сол сияқты адамның миының принципі сондай. Сен біреуге уәде бердің ба, сенің миыңда не пайда болады? Ожидай, қашан ол уәдені орындайды екен. Қарызда сондай. Біреуге қарызды енді қайтарам деп жүрген ойың жүрдің ба, сенің басында үлкен процесстер болып жатыр. Значит, сенің басында үлкен процессор жұмыс істеп тұрған кезде, сенің миың тынықпайды. Біріншіден сен ұйқың келе береді бастаған. Мына кітаптың ішінде жаздым ғой мен, миды босату, ми кеңістігін босату деген жаздым. Тап сол сияқты сенің миыңда не пайда болады? Жаңағыдай процесстер жүріп жатыр. Сен тым ойлана алмайсың, саған новый идеялар келмейді, саған бір бизнес істейін десең, анау постоянно ойың анық болмайды. Сөйтіп сен өзің білмейсің, арасында ұйқың келе береді, ұйқықта береді сені. Сөйтіп сенің, былай айтқанда, продуктивность дейді ғой, адамның продуктивності, өнімділігі азаяды. Адамның өнімділігі азаяды. Сондықтан қарыз деген нәрседен құтылуға тырысу керек, мейлінше құтылу керек. Болмаса, айына 5.000 теңге болсын, 10.000 теңге, қандай да бір мөлшері болсын, қайтарып тұру керек. Не үшін? Чтобы сенің миың қайтарылып жатыр деген нәрсені түсіну керек. Мүлде жауып тастауға, мүлде қайтармауға, бір күні қайтарамын ғой деген әңгіме болмайды. Бұл өте қатты әсер етеді. Сенің өнімділігінің кемуіне өте қатты әсер етеді. Кері әсер етеді. Жаңа бір сөзіңізде өзіңіздің шәкірт екеніңізді айтып өттіңіз. Сайытмұрат Давлатов деген бизнес тренер бар, бірталай еңбектердің авторы, бірталай бизнестің иесі. Соның ішінде «Долги тают на глазах» деген еңбегі бар. «Долги тают на глазах» еңбегінде өзіңіз айтып өткен сознание должника деген ұғым кездеседі. Енді біз жаңа ашып алдық, бұған дейін өзіңізде айтып өттіңіз, сознание должника болады деп. Қарызға кірген адам осындай санасы қалыптасқан кезде бұл санадан қалай арыла бастайды, қалай арылу керек? Осының бір әдіс тәсілдері бар ма, алгоритмі? Қараңыз, бұл нәрсені істегенде мүлде мен қарыз алмаймын деген нәрсені шешім қабылдағаннан кейін, екінші рет мысалға адам енді не істейміз деген сияқты, енді алмай жүреміз ба деген сияқты нәрсені мен бірден айтамын. Мына тұтыну үшін қарызды мүлде алмаңыздар. Неге? Тұтыну үшін алатын нәрселер ол сіздің нәпсіңіз бұл. Шуба үшін алады, машина үшін алады, үй үшін алады. Шыдауға болады. Олсыз өмір сүруге болады. Енді сіз білмеймін, енді ешкім нан жеу үшін кредит алып жатқан көрген жоқпын әлі. Нан жеу үшін кредит алып жатқан көрген жоқпын. Бірақ үйіңде наның болатын болса, шайың болатын болса, сен соған өмір сүруге болады. Жайлап кредитің жоқ кезде табыс көзін үзуге болады. Енді екінші жағдай бар. Адамдар не үшін қарызға кіріп кетеді көбіне? Енді екінші жағдай бар. Бағана ақылды қарыз деген нәрсе бар ғой. Ақылды қарыз деген нәрсені алуға болады, бірақ қандай жағдайларда? Оның да несі бар? Критерийі бар. Қандай жағдай? Мысалы, өнім тексерілген болса, егер сен бір нәрсені сатайын деп жатсың, бір нәрсені адамдарға қарыз алайын деп жатсың, қарыз дегенде инвестиция ғой, инвестиция алайын деп жатсың. Көп адамдардың, мысалы айтайын, қазіргі қарыз деп жүрген адамдардың көбісінің проблемасы сол ақымақ қарыз емес, ақылды қарыз болып алған уақыттары болған. Бір нәрсе жасаймын деп алды біреулер.
бизнес жасаймын деп алып алады да біреуден, и бизнес жүрмей қалады бизнесті. Неге жүрмей қалды? Өйткені ол алдын ала нені тексерген жоқ, өнімін тексерген жоқ. Жалпы өнім, мынау сататын өнім ба, халыққа қажет па, ол жүре ма, жүрмей ма, алдын ала анализ жасаған жоқ. Өнімді тексеріп алған жоқ. Екіншісі, идея тексерілген болса, идеяның өзі тексерілу керек негізінде. Бұрын біреу істеп көрді ма ол нәрсені. Ол бірінші сұранысқа ие ма, ол идея вообще негізі біздің менталитетімізге келе ма деген сияқты нәрселер. Үшіншісі, жүйе тексерілген болса, жалпы жүйе бойынша жүретін жұмыс нәрсе ма, система, осы бизнестің системасы жүре ма деген сияқты. Төртіншісі, өзіңізді тексерген болсаңыз, өзіңіздің ақылыңыз жете ма? Мысалға, көп адамдар өмірі 5 миллион теңге ұстап көрмеген адамдар 5 миллион теңгені біреуден қарыз алып бизнес жасап көреді ғой. Ол адамдар 500 теңге, 500 мың теңгеден артық ұстап көрмеген адамдар ондай ақшаны ұстай алмайды. Мысалға, бір адам 50 килограмм көтеріп жүрген адам, гантель, жаңағы штангыны, оған 200 килограмм берсең, инвалид болады, бітті ғой. Сол сияқты, мынау ақшаның салмағы бар, адамдар оны білмейді. Ақша болғаннан кейін оны адамдар білмейді, негізінде оның салмағы бар. Сен ақшаны 500 мың теңге ұстап жүрсің, одан артық ақша ұстап көрмеген адам болатын болсаң, 5 миллион теңгенің буы ол тек қатты болады. Оны ұстаған кезде сенің ойлауға басқаша болып кетеді аяқ астынан. Сен ана всемогущий сияқты болып кетесің, бәрін қатыратын сияқты болып кетесің. Сен анау біреулер келсе саудаласпайсың, біреу жаңағы реклама істеп беремін десе, давай деп те айтасың. Андай десе саудаласпайсың, мә деп бөліп тастайсың да, ең соңында соңын ұстай алмай қаласың. Өзіңді тексеруің керексің. Сосын команда тексерілген болса, именно осы істі жүргізетін команда бар ма? Жалғыз өзің ба, әлде команда бар ма деген сияқты. Соны тексеру керек. Яғни нарықты тексеру керек. Жақсы, сенің товарыңа сұраныс бар ма, және сұраныс тудыра ма деген сияқты. Көбіне осы қызметтерді, өнімдерді барлығын тексеріп алмайынша ешкімнен бизнес жасаймын деп қарыз ақша сұрамай қойды. Жалпы қарызды, былай айтқанда, бизнес жасағың келетін болса, бірінші ақшаны ойлаудың қажеті жоқ. Бірінші идеяңды пісіріп ал, сосын барып артынан миллион сұрақтар қойып аласың. Сосын барып аласың. Өйткені адамдар бірінші ақшасы дайын, сосын барып бизнес жасағысы келеді. Болмайды олай. Қаншама қате. Сөзіңізді тыңдап отырып, бір әңгіме есіме түсіп кетті де, бұған осыдан 10 жыл бұрын бұрын соңды бизнес жасамаған бір қазақ қомақты қаражатты кредитке алып бизнес ашам деп ауылына тойлауға кетіп қалған ғой. Той жасап, жаңағы енді туысқан көп қой әрбір қазақтың. Әрбір алдынан шыққан балаға $100 ұстатып, ақыры ақша да жоқ, бизнесі де жоқ, сөйтіп күйреп кеткен ғой. Енді қаржылық сауаттылық мәселесіне қарай көшейік. Қаржылық сауаттылықты біз көп айтамыз, бірақ не екенін біле бермейміз. Жалпы бұл тақырыптың айтылып жүргеніне мен ес білгелі айтылып жүрген, көтеріліп жүрген тақырып. Қанша жыл өтсе де неліктен бұл тақырып өзінің өзектілігін әлі күнге дейін халық арасында жоғалтпай отыр? Неге халық қаржы сауаттылығымен әлі де таныс емес? Өйткені қаржы сауаттылықпен таныс емес болатын себебі, бұл қаржы сауаттылықтың мақсаты бар. Кез келген оқудың мақсаты бар. Мысалға айтайық, өз ісіңді тап деген менің тренингім болатын болса, оның мақсаты ең соңында сен өзіңнің қабілетіңді тауып, соны ақшаға айналдырып кетесің деген сияқты. Идея, жоспар, жүйе деген не болды? Сенің бір идеяң болса, соны жүзеге асырып, ең соңында жүйеге қоясың, содан ақша таба бастайсың деген сияқты. Енді осы жерде қаржылық сауаттылық деген нәрсенің ең соңғы мақсаты не? Қаржылық сауаттылықты үйрене дегенмін, не оның мақсаты деген сұрақ болады ғой. Оның мақсаты капитал жинау. Капитал жинау. Капитал деген сөз, былай айтқанда, бөлек бір ақшаларды жинап алып, сол нәрсені көбейту дегенде бір кәсіпке салу, инвестиция салу бір жерге, былай айтқанда пассивный доход жасау, кіріс көздерін жасау. Ал бұрын оның айтылмаған себебі, бұрын соңды біздің әке шешеміз, одан жоғары, одан кейінгілер деген сияқты капитализация деген болған жоқ. Капитализация қазір міне. Көрдіңіз ба? Бұрын не болды? Жұмысқа тұрасың, жұмыс істейсің, пенсияға шығасың, кетесің. Міне, қазіргі заманда әрбір адам өзінің бір кәсібі болған қалайды. Бұл өмірдің талабы болып тұр. Сондықтан оған не керек? Ақша керек. Қандай да бір начальный бастапқы капитал керек оған. Енді осы бастапқы капиталды қаяқтан аламын деген кезде қаржылық сауаттылықты үйрену керек деп біз осы кезде айтамыз. Қаржылық сауаттылықтың ең соңғы мақсаты қандай да бір не жинау? Капитал жинау. Бастапқы капитал жинау. Соны жинаудың өзінің несі бар, тәсілі бар. Енді адамдарға айтамыз. Қазір осы уақытқа дейін қаншама біздің ата-анамыз да, кейбір адамдар да әлі де айтып жүр. Мындай да сөз бар. Мен
ақшаны өзім табам, тауып жүрмін, қалай жұмсасам өзім білем дейді. Енді мен оған сұрақ қойғым келеді да, сен мысалға машина сатып алдың, сенікі машина. Праваны оқып алдың, права да сенікі. Бірақ сен оны көшеде өзімнің машинамын, өзім білем, қалай айдатсам да дей алмайсың ғой, сен көшеде бірде бар, ереже бар да. Сол ережеге бағынбасаң, авария болады. Тап сол сияқты адамдар мынау ақшада ереже бар екенін көп біле бермейді. Ақшаның өзінің бір несі бар. Сен қанша жерден сенікі бола берсін, бірақ оның бір ережесі бар. Сол ережеге бағынбаған кезде үйіңде күнде авария болады. Ақшаның авариясы болады. Мына жақтан ананы алу керек, мына жақтан мынаны алу керек, былай, короче, бір-бірін күтпейді. Сондықтан солай қарым-қатынас болу керек. Ақша деген отношение. Білесің, отношение, қарым-қатынас деген сөз бар. Мысалға, сен әйеліңмен жақсы тұру үшін, әйеліңмен жақсы өмір бойы, жақсы бақытты өмір сүру үшін, әйеліңе қандай да бір қарым-қатынас деген нәрсе бар. Оған гүл әкеліп бересің ба, оған жақсы сөз сөйлейсің ба, оған сыйлап жүресің ба, оны анасын былай айтқанда жаман сөз айтпайсың деген сияқты, иә. Сондай нәрсе болатын болса, сол кезде былай айтқанда әйел сенде тұрақтайды. Ал сен ақшаға да сондай нәрсе. Ақшаға деген қарым-қатынас бар. Ақша адамда тұрақтау үшін оған деген қарым-қатынас бар. Ал ол қарым-қатынастың ережесі бар ғой. Ол ережені үйрену керек. Қаржылық сауаттылық деген сол. Менде 7 сағат үйретеміз біздер оны. Сол қаржылық сауаттылықты тәртіптеп бүкіл ақшаны. Ал енді кейбіреулердің, енді мен айтып кетейін осы жерде, кейбір уақыттарда кейбір адамдар мынау қаржылық сауаттылық дейді да, ақша санау техникасын үйретеді екен. Не дейтін еді жаңағы. Ну енді неше түрлі мистикалар бар, которые жаңағы дейді, ақшаны былай сана, былай сана. Мен наличие вообще санаймын, мен сонда қалай болады сонда. Болмайды бұл. Достар, көріп отырсыздар ма? Алдыңызда Жеңіс Есенгелді, шынымен білімді, шынымен өз ісінің маман екені көрініп тұр. Ана қолында жаңа көрсеткен, тағы көрсетіңізші жәке кітабыңызды. Өзіңді тап, өз ісіңді тап деген кітап, керемет туынды. Мен бұл кітапты басып шығарған баспагермін, және де шынымен 10 рет оқыдым. Мына кітап 10 рет емес, 20 рет оқуға әбден лайық. Алып, оқып танысыңыздар. Бұл жерде тек қаржылық сауаттылық емес, жалпы өзіңнің ісіңді тауып, бақытты өмір сүру ережелері қамтылған. Өз тәжірибесінен алған, жәкеден білеміз ғой, танимыз. Мына өзде сырттай мақтамаса да өзі әңгімесімен ақ көрініп тұру қандай адам екені. Сондықтан білімді, баста білімді алып алыңыздар, мүмкіндікті пайдаланып. Ары қарай жалғастырайық. Біз қаржылық сауаттылық тақырыбына оралатын болсақ, сіз қаржылық сауаттылыққа 7 сағат курсыңызды арнадыңыз. Мұндай курс бар, енді эфир уақыты 7 сағат емес, өкінішке қарай. Бірақ қысқада нұсқа, жалпы қаржылық сауаттылық неден тұрады, неден бастау керек, алғашқы қадамда қандай болуы керек? Көрермендерге осы тақырыпты бір көтеріп өтсеңіз. Жалпы ең бір мен қаржылық сауаттылықты бастағанда ең бірінші бастайтын әңгімем бар, что айтады ғой, кез келген адам, кез келген жерге бір дәмді егетін кезде ол жерде тазартып аласың, дұрыстап аласың деген сияқты. Ешбір адамға сразу мынау былай болады деп айтқан ол түсініксіз болып кетуі мүмкін. Сондықтан мен сол ең бастаған кезде қалай айтамын, соны түсіндіріп кетейін. Жалпы адамдар екіге бөлінеді деп айтып жатырмыз. Енді қаласаң да қаламасаң да екіге бөлінеді. Адамдардың санасына байланысты. Қазір мен айтып кетейін сосын. Кезек мысалға мындай нәрсе бар. Адамдардың кедей болып қалатын, былай айтқанда шешімдері бар, бір нәрсені істеп бере жатады да, адамдар кедейлікке қарай кетіп бара жатады болады ғой, бір ана самолет ұшып жатқан кезде, ай осы самолет құлайды ау деген кезде неден біледі? Өйткені төмен қарай кетіп бара жатыр жаңа. Ал мына самолет жоғары кетіп бара жатыр десе, ол жоғары қарап тұр. Сол сияқты адамның кейбір істерінен көрініп тұрады, что ай осы адам бір кедейлікке бара жатыр ау осы деп. Негізінен Аллах біледі ғой оның кім болатынын. Бірақ негізінде істеп жатқан ісіне қарап отырсаң, кедейлікке алып баратын. Сол сияқты кедейлікке көбіне баратын адамдарды қалай білеміз? Бір адамның кедейлікке бара жатқанын қалай білеміз деген сияқты. Ол адам өзінің қолына түскен ақшаларды жинап болсын, жинамай болсын, әйтеуір қолына түскен ақшаларды өмірінің жартысына дейін армандаған нәрсесін алып ала береді. Айфон көрді ма? Алып алады. Машина көрді ма? Алып алады. Жиһаз көрді ма? Алып алады. Былай айтқанда, осы өмірмен сүреміз ғой дейді ғой жаңағы. Өмірде бір-ақ рет сүреміз біздер. Қазір ақша болып тұрғанда алып алайын деп, ананы алып алады. Сөйтіп жаңағы 40 жасқа дейін келеді әйтеуір. Ой, ана үлдемен бүлдеге оран, ішінде кредиті де бар, тапқан ақшасын жинап жаңағы ананы барсаң әдемі, үйіне барсаң күшті, жиһаз бар, қолда соңғы айфон, машина 50 деген сияқты. Нормально айтқанда
біздің типичный қазақтар ғой. Бірақ әңгімесін көрсек жылап отырады да, ой, білмеймін, ертең жұмыстан шығып кетсек, білмеймін, Құдай сақтасын, білмеймін, қай жаққа баратынын бүйтіп отырады осылай. Кеше карантиннің кезінде қаншама адам қалтырап кетті солардың ішінде. Сөйтіп отырады. Бұл адам ертең ана дүние келесі өмірдің келесі жартысында енді ана алып алған машинасын содержать ету керек. Енді анау үйіне ремонт жасау керек ол. Анау айфонды тағы ауыстыру керек болады. Былай айтқанда бітпейді ғой ол бәрін бүйтіп. Енді ана расход жасап алды ғой, өзіне жақсылап тұрып расход жасап алды. Сол расходтың барлығын не істейді? Покрывать етіп өмірдің соңына жүреді да, ең соңында әйтеуір былай өмір сүреді ғой, былай бір сызықпен өмір сүріп кетеді. Жақсы енді, бұл да Құдайға шүкір дейміз енді. Біздің тілмен айтқанда шүкір Аллахқа қанағат етемін деп қоямыз ғой. Енді екінші адам бар. Ол адамның осы бала негізінде баратын жері дұрыс болып жатыр ау дейсің. Ол қандай адам? Ол адам өмірінің жартысына дейін ана жинаған ақшасын анау жұрттарға мақтанып машинада алмайды ол. Самокат алып алуы мүмкін. Я болмаса транспортпен жүре тұрады. Қатты киінбейді да, ол оған сотовый телефон сөйлесуге жараса болды. Бірақ ол жинап жатыр үйде ақша. Оны жұмот деп айтады көбісі. Негізінде ол жұмот емес. Ана шығайбай деп айтады оны. Сосын біздікілер жаңағы жұрт не дейді дейді, сонымен ладно босап кетеді. Жоқ, негізінде принципі бар адам жинайды үйде. Жинап жатқандағы мақсаты не ол? Ананы кішкене жинайды да. 3 миллион теңге болды ма? Бір жігіттер бар ғой, жаңағы кафе ашқысы келіп жүрген, бір нәрсе ашқысы келіп жүрген, соларға барады да, қарап отырады да, давай мына іске салайық деп салады. Айтайын ба, тірнектеп жинаған ақша далаға құрдымға кетпейді ғой, байқайсыз ба? Ол ана кетіп қалатын ақша көбіне парамен алған ақша, ана біреуді жырып алған, біреудің көз жатымен алған ақша, ол кетіп қалатын негізінде. Алла тағала әділ ғой негізінде. Сенің бар ғой тірнектеп тапқан ақшаңды Алла тағала далаға жібермейді. Именно сондайларды көріп жүрмін ғой. Тірнектеп жинаған адамдар, өзінің еңбегімен жинаған адамдардың салған, анау бизнеске салған ақшасы бар ғой, успешный болып кетеді. Біреулер айтады ғой, бизнеске ақша салып жоғалтып алдым. Ойлану керек. Ол жоғалтып алған, ол өзің жоғалтқан ақшасы болып шықпасын, сен болмады деген сияқты. Сондықтан сен шынымен еңбек еткен болатын болсаң, Алла тағала далаға ұшырып жүрмейді ол нәрсенің бәрін. Сөйтіп көрдіңіз ба? Кредитке алып ақша, машина не салудың қажеті жоқ. Кредитке алып бизнес салудың қажеті жоқ осы жерде. Сөйтіп бұл адамдар не істейді? Бір кіріс көзін, екі кіріс көзін, үш кіріс көзін салады да өмірінің жартысына осындайларды ашып алады. Енді не істейді? Енді өмірінің екінші жартысында осыдан түсіп тұрған ақшаға жақсы машинаны алады, жақсы үй алады, жақсы киім алады деген сияқты. Енді ол бітпейді ғой, арадан түсіп тұр ғой, пассивный доход қана. Көрдіңіз ба? Өмірінің соңына дейін осы нәрсе түседі. Значит, осы екі адам, біреуі ақша деген нәрсені қалай түсінеді, біреуі ақша деген нәрсені жұмсайтын нәрсе. Бұл мүмкіндік, бұл заттарды сатып алатын нәрсе деп қарастырады ақшаны. Ал екінші адам дейді, ол құл дейді. Мынау 3 миллион теңге, ол бір адам. Тағы 3 миллион теңге жесем, ол да бір адам. Анау да бір адам. Сөйтіп 3 миллиондардың неше түрін жинап адамдарды әр жерге жұмысқа тұрғызып қойған адам сияқты. Сондықтан үйіңде ақша тұрса, жұмсайтын нәрсе емес. Оған жұмыс тауып беруге тырысу керек. Оған жұмысқа тұрғызу керек. Оған бір нәрсе алып не істейсің оны. Алсаң да ол саған пайда алып кететін нәрсе болу керек. Новый расход жасаудың қажеті жоқ. Қазіргі пассивтердің бәрін түсіріп, активтерді көбейтетін уақыт. Мен именно 7 сағаттың ішінде осы нәрсені үйретемін, қалай оны көбейту керек. Қазір сауаттылық дегенде осы басындағы мағынасы осы, и осының ішінде не бар? Таблицалар бар. Ол таблица ұзақ таблица негізінде, сол таблица бойынша бөліп. Енді адамның өмірінде мұндай нәрселер бар. Арман деген нәрсе болады, дұрыс па? Армандамай жүре алмайды адамдар. Бәрібір бір киім кию керек деген сияқты. Қыдыру деген нәрсе бар. Қарыз болса, біреулердің қарызы бар. Садақа деген нәрсе бар. Ата-анаға да қарау керек арасында. И оның ар жағында тұрақты шығын деген бар, үйде жаңағы, үйімізде тамақ жейміз деген сияқты. Дәрі-дәрмегіміз бар. Сосын капиталымыз бар, бастапқы капиталымыз бар. Осының бәрін істеу керек, тең бөлу керек. Ал қазір осы естіп отқандар, ой, ол невозможно, ол 150 теңге былай тартсаң былай жетпейді, қазір оны істесең баяғы жетеді деп ойлайды негізінде. Бірақ біздің қаржы сауаттылықты алып көрген, істеп көрген адамдар өздері айтады, мынау действительно жеделеген ғой бәріне деп. Көрдіңіз ба? Сондықтан ми ол нәрсені ажырата алмайды негізінде. Ал енді қазір қарап отырсаң, сол тауып жүрген, 500 мың тауып жүрген, миллион тауып жүрген адамдарға қарап отырсаң, я садақа беріп отқан көрмейсің, жартып.
Я ата анасына қарап отқанын білмейсің, көрмейсің, я жарытып қыдырып та жатқан жоқ, арызы мүлде қайтарылмаған, үйінде тамағы бар болса бар, енді холодильник толып тұратын шығар, енді біздің қазақтың холодильнигі толып тұрады ғой всегда. Сол үстіндегі киімін де білмейсің, бірақ всегда не бірдеңе бастайын десем ақша жоқ деп жүреді. Әңгіме ақшаның көптігінде емес, ақшаны дұрыс жарата білу. Ақшаны табу проблема емес. Адамдар ойлайды, ақша жетпей жатыр, көп табу керек. Жоқ, ақша табу жетпей жатса көп табу керек емес. Ақша жетпей жатса басқару керек, сақтап үйрену керек, басқару керек. Бірақ бір нәрсе бар, барьер деген нәрсе бар. Қандай барьер? Любой нәрседен өту үшін, успех болу үшін кішкене бір не бар, барьер болады. Өмірдің заңдылығы ғой бұл. Біз кішкене тіл білу үшін шамалы қиналуымыз керекпіз ғой, дұрыс па? Сен ағылшынша үйрену үшін бір жарым жыл тіліңді сындырып быт шыт болып айтып үйренесің, бірақ ар жағы жақсы болады. Солай емес па? 11 жылды бердік қой жаңағы сауатты болу үшін, иә. 4 жыл бердік жақсы маман болу үшін деген сияқты. Ораза ұстап жатырмыз жәннатқа түсу үшін деген сияқты әңгіме ғой. Сол сияқты әр нәрсенің несі бар, барьері бар. Ол барьерді өткісі келмейді бізде. Бізде өткіміз келмейді, қиналмаймыз бізде. Қиналуға болмайды. Бірақ жақсы өмір сүруге олай болмайды. Енді айтамын адамдарға, қаржы сауаттылық деген сөз бұл өзіңді қинау немесе жаңағы мазақ ету емес ол. Ол өзіңді бір кішкентай болса да бір рамкаге, бір уақыттар аралығында, ол 6 ай бола ма, ол 1 жыл бола ма, өзіңді кішкене болса да бір рамкаге салып қоясың. Зато ертең осыдан кейін, былай айтқанда десек кетеді, өміріңнің несі жайлап жақсы бола бастайды. Көбіне адамдар қанша жылда миллионер болғым келеді десе, доллар миллионер қанша жылда болғым келеді десе, біреу 2 жылда болғым келеді деп айтатын көреді. Екіншісі 10 жылда болғым келеді деп айтады дейді. Ал 10 жылда болғым келеді деген адам дейді, 7 жылда миллионер болып үлгерді дейді. Ал анау 2 жылда миллионер болғым келеді деген адам дейді, 10 жыл болып әлі миллионер болған жоқ дейді. Проблема адамның басында. Тез жеткісі келген сайын, адам тез жетуге талпынған сайын қаша береді ғой дүние. Ламбард 24 деген нәрселер емес, адамдар тез тапқысы келіп, алыптар жоқ болып кетті. Қай уақытта бір нәрсеге тез жеткің келеді, мүмкін емес. Сондықтан да айтатын нәрсе бар, мен ұстазым айтатын сөз бар. Өзенді қанша ретті қатты итерін келсе де ол тез ақпайды дейді, өзінің ағысымен ағады ол. Әр нәрсенің өзінің ағысы бар. Дұрыс. Мына жерде бір жаңа сұрақ келіп түсті, Жәке. Қазіргі кризисте қаржыны қалай сақтаған дұрыс және қандай валютада дейді? Бұған қатысты ақпаратыңыз бар ма? Иә. Қазіргі кризисте қаржыны егер сіздің қолыңызда бір доллармен сақтап, ең бірінші доллармен сақтаған жақсы. Өйткені, былай айтқанда, салыстырмалы түрде теңге күмәнді ма, доллар күмәнді ма дейтін болсаң, доллардың несі шамалы вероятності жоғарылау. Сондықтан салыстырмалы түрде доллармен жинаған жақсы. Бірақ доллармен жинаған ақшаң 1-2 жыл ұстап тұратындай болған кезде ғана. Мысалға сіздің қолыңызда 5 миллион бар деп айтайық. 2 миллионыңызды алып қоя тұрыңызда 3 миллионыңызды долларға айналдырып тастаңыз. Ана 3 миллионыңыз долларға айналдырғаннан кейін 1-2 жыл тұратындай болсын. Түсінікті ма? Сосын қолыңыздағы ақша болатын болса, еш уақытта неге стартапқа салмаңыз. Стартап деген сөз ертең басталады. Карантиннен шығамыз, шыққаннан кейін умнилар басталады. Мындай умни идеялар болады ғой. Солар басталады. Менде мындай идея бар, мынаны бастайық, мынаны бүйтейік, сөйтейік деген сияқты анау жылмақайлар басталады. Қазір оқып жатыр олардың бәрі. Бір жерлерде подвалда оқып мүмкін, иә. Солардың барлығын халықтың бәрі ақшаны не істейін деп отқан кезде барады да солардың ақшасын алып алу үшін новый стартап деп бірдеңелерді шығарады. Франшизаны шығаруы мүмкін, анау шығаруы мүмкін, мынау шығаруы мүмкін. Сөйтіп, халықтың психологиясына ойлап сөйтіп, сондықтан да тексеріп алыңыздар. Осы уақыт бастан білім ал деп жатқан сол, осы бастан идея деген не ол? Оны қалай жоспарлау керек? Идеяны қалай тексереміз? Адамдар айтады, мен ана жерге бір бизнеске ақша салайын деп жатыр едім. Қалай салайын деп жатсың? Білесің ба десең, жоқ, білмеймін десең, қалай салайын деп жатсың сен? Сондықтан да идеяның беткі жағын көреді, арғы жағын көрмейді. Потому что көрмейді деген сөз адам есептей алмайды ғой. Рисктарды есептей алмайды, білімі жоқ қой. Сондықтан осы уақытта сондай нәрселерді, сондай білімдерді алу керек. Қазір не істеу керек? Қарулану керек. Қазір айтайын ба, кризис уақытында кімдер шығады? Кризис уақытында халықтың ажиотажын, халықтың паникасын пайдалана отырып, солардың ақшасын қолдарына түсіріп алудың схемасын жасап жатыр қаншама адамдар. Түсінікті ма? Сондықтан еш уақытта біреуге ақша беріп қоймаңыздар.
Рахмет. Кезекті сұрақ: қымбат қағаздарға әлемдік акциялар инвестиция салу жайлы не айтасыз? Қазіргі кризисте мүмкіндік күшті сияқты, өйткені арзан бағамен сатып алуға болады дейді. Көптеген ірі компаниялардың акциялары өзінің дносына, түбіне жетіп тұр ғой қазір. Карантин кезінде, кризис кезінде соны меңзеп тұрса керек көрерменіміз. Осы сәтті пайдаланып сатып алып қымбатқанын күткен дұрыс емес пе деп отыр ғой. Мен айтайын енді, мысалға мұндай нәрселер бар ғой, кейбір адамдар бар, кейбір айтады ғой, кейбір адамдар бар енді, сұрақ қойған сайын кез келген нәрсесіне жауап бере береді да жаңағы. Енді өзін ақымақ қылып көрсеткісі келмейді деген сияқты. Я солай ғой деп қойып, мен олай жауап бере алмайды екенмін. Мен шынымды айтсам бар ғой, мен өзім акция ойнамайды екенмін, акция алған емес екенмін. Сондықтан мен бірден айтамын, бұлдан білімім жоқ мен. Білімім жоқ болғаннан кейін жоқ деп айтамын. Өйткені біреулер айтып отыр қазір, бүйтеді екен, сөйтеді екен. Ол қаяқтан білесіз? Білетін болсаңыз істеңіз. Мен білмеймін. Сондықтан акцияға байланысты ол туралы білімді адамдардан сұрау керек шығар. Мүмкін Марғұлан Сейсенбайдан сұрау керек шығар, мүмкін. Мен естіп алған болуым мүмкін, бірақ өзім істемеген нәрсені айта алмаймын. Жарай ма? Рахмет Жаке. Негізі білмеймін деп айта алатын спикерлер кемде-кем. Солардың бірі өзім деп қой. Рахмет ашық мойындағаныңыз үшін. Негізі көбісі мойындай алмайды, білмеймін демейді, орнының орнына енді ақылды көріну үшін бірдеңе айта салады. Мына жауабыңыз дұрыс болды. Енді біз қарыздың түрлерімен таныстық, жалпы қарызға адам қалай бататын, долговой ямаға қалай кіретінін бәрін айтып бердіңіз, жіліктеп, бәрі дұрыс. Енді эфир уақыты да шамаласып жатыр. Қарыздан қалай құтылу керек, осы тақырыпқа көшейік. Мен қарызға батқан адам, қарызынан құтылу үшін алғашқы қандай қадамдарды жасау керек, не істеу керек? Мындай нәрсе бар. Жалпы қарыздан еш уақытта, қарыз енді бір адамға қарыз боласың ғой, кім болғанда да адамға қарыз боласың. Қарыздан қашпау керек негізінде. Еш уақытта қарыз болған адамнан қашпа. Қашып жүріп, мынау қолында телефонын алмайды жаңағы. Бәрінің басында кездесетін нәрсе ғой. Телефонын алмайды да, бір күні жүгіріп келіп, енді мына қашатын жер болмағаннан кейін крышаға шығады, секірсем бе деп тұрады. Сол кезде секірейін деп тұрған кезде артынан біреу келіп ұстайды. Бүйтіп қараса, артындағы адам өзі, бірақ оның костюм шалбары бар, жақсы ухоженный өзі, айтқанда қымбат киім киіп алған, сол өзі тұрды, өзі ұстап тұрды адам. Бұл айтады, сен кімсің дейді. Сен кімсің дейді. Мен қуып кеткен жоқпын ба деген сияқты. Мен кімсің деп. Деген кезде ол айтады, мен сенің болашағыңмын дейді негізінде. Сен осындай мен сияқты болуың керек еді дейді. Сен бірақ қазір секірейін деп тұрсың. Енді қалау өзіңді дейді. Сен секіріп кетуіңе де болады. Бірақ кішкене не істесең, шыдасаң, мен сияқты боласың. Міне мынау істейін, мен сенің болашағың деп. Содан анау кәдімгідей қуанып, бір жағынан не істерін білмей, сенерін сенмейтін білмей, сонымен жүргетіп қолмен алып барған кезде бір қараңғы бөлмеге кіріп кетеді. Қараңғы бөлмеге кіріп кеткен кезде допрос басталады олар негізінде. Ол ойлайды, түрмеге түстім деп ойлайды. Негізінде ол түрмеге түскен жоқ. Сознаниясының түрмесіне түсіп қалды да, өзімен өзі сөйлеседі бұл адам. Өзімен сөйлескен кезде, ана өзі бұған сұрақ қояды. Сен неге қаштың негізінде деп. Неге сен осы қарызға кірдің деп айтады. Сонда айтады, мен не басқалар сияқты өмір сүре алмаймын ба? Мен басқалар сияқты өмір сүргім келді, сосын қарыз алғым келді. Мен де анау сияқты машина мінгім келеді. Мен де анау сияқты бүткім келеді деп. Айқайлайды осындай, көрдің ба? Мен де сондай болғым келді ғой. Я жақсы, сондай болғым келді. Көрдің ба? Сен өзіңдікімен келіскен жоқсың. Сен өзіңдікімен келісуің керек. Өзің 200 мың теңге тауып жүрсің, сонымен келісу керек еді. Сен потому что адамдарға жақсы болып, әдемі болып көрінгің келді. Сен асықтың. Я асықтың. Енді не істеймін? Кіріп кеттің. Енді неге алдың ол қарызды? Не үшін алып едің десе, бизнес жасағым келді дейді. Оған адам сұрақ қояды, сен бизнестен білімің бар ма еді негізінде дейді. Сонда анау айтады, жоқ, бизнестен білімім жоқ. Енді құрсыншы, бәрінде де білім бар ғой, 2-3 диплом жатыр ғой, білім керек болса, сендер осы білім деп айта бересіңдер дейді. Жұрттың бәрі істеп жатқан жоқ қой. Сонда бұл адам айтады, көрдің ба, сен білім деген нәрсені университетте оқыған нәрсені айтып тұрсың. Жоқ, 5-6 диплом болса да бұл білімдер емес айтып отырған. Білім деп отырған сен айналысқың келген салада болу керек білім. Именно былай айтқанда айналысқың келген. Оларды болған жоқ, сондықтан да кіріп кетті. Сөйтіп айтады, сен өзің қандай, сен кімсің дейді. Бұл адамға сұрақ қойды, сен кімсің деген кезде айтады, менің кім екенім маңызды емес, қазір сенің кім екеніңді анықтап алайық дейді.
бүйтеді да сен кімсің десе, мен адаммын дейді жаңа адам. Айтады, сен жақсы адамсың ба деп сұрақ қояды. Иә, мен жақсы адаммын дейді. Анау айтады, иә, сен негізінде өзіңді жақсы адаммын деп санайсың. Бірақ сенің қарызгерлерің, сенің қарыз берген адамдар сені өте жаман адам деп санап жатыр. Неге? Сен қайтармаған үшін. Көрдіңіз ба? Сен негізі жақсы адам болып едің, бірақ сен қайтармағаннан кейін жаман бола бастадың. Олар саған құқың бар деп ойлайды сені таптауға. Сөйтіп өзіңді таптайсың ба, таптатасың ба деген сияқты. Сөйтіп өзіңді, былай айтқанда, мен оған айтам. Енді не істеймін, бұдан қалай шығамын, мен қалай боламын деген кезде жаңа сіздің сұрағыңыз сияқты мен бірінші условия қоямын. Мен саған условия қоямын. Сен бүкіл адамның тізімін жазып шығасың. Және қанша қарыз алғаныңды жазып шығасың. Және әрқайсысына не істейсің? Кездесу ұйымдастырасың. Айтасың. Мен қашпаймын ешқайыңнан. Міне, кесем десеңдер басым. Бірақ сендерге менің өлгенім артық па, әлде қарыздың қайтарғаным дұрыс па? Бұл адам не істеп айтады? Әрине сенің қайтарғаның дұрыс дейді. Бірақ қинамаңдар мені. Мен тап осы тұрғанда қайтара алмауым мүмкін. Бірақ менің ниетімде қайтарам деген нәрсе бар. Мен саған 50 мың теңге болса да, 5 мың теңге болса да қайтарамын. Мен сенің алдыңда бұның бәрін қайтарым келіп тұр. Ал енді оған келіспеймін десең, басым міне деп айт. Көрдіңіз ба? Ешбір адам қарыз болған үшін адам өлтіріп көрген жоқ әлі. Еш ондай жағдай болған емес. Қарыз болған үшін ол жаңа киноларда болуы мүмкін. Сондықтан да болған емес. Көрдің бе? Осындай нәрсені не істейді? Адаммен келісу керек, келісімге түсу керек. Сен адамдармен қалай қарым-қатынас жасайсың, солай болады негізінде. Ол мүмкін емес. Ол адам жаман, ол сенің иллюзияң ол. Якобы келіспейді, якобы береді. Келіспегенде не істейсің енді? Зато сен ана адамның алдында өзіңнің мудрый екеніңді, адам екенін сезесің. Сол күннен бастап ол адамдар я деген күні ақшаны қайтармай ақ қой, бірақ саған я деп келіскен күні сен үйіңе барып спокойно шай ішетін боласың негізінде. Түсінікті ма? Енді бұл қарызды қайтарудың үлкен системасы бар. Оны мен қазір 10 минут қалыпты ғой. 10 минуттың ішінде оны сыйғызып тұратын нәрсе қиын. Енді бұл видеодағы нәрсе именно көрсін деймін да, кімнің қарызы болатын болса, мен өзімнің қаржылық сауаттылығымды оған үйретіп, сол қарыздан шығудың жолдарын үйреткім келеді оларға. Көп адамдардың қарыздан қалай шығу керектігін үйретіп. Енді шығайын деп жатқан ролигіңіздің мазмұнын толық айтып беріп, спойлер жасап қоймадыңыз ба? Не жасап қойған жоқсыз ба сіз? Спойлер жасап қоймадыңыз ба? Жаңа бәрін мазмұнын айтып бердіңіз ғой. Сценарийін, сюжетін дегендей. Иә, проблема жоқ, ол не бұл? Енді көріп тұрсыздар ғой достар, Жеңіс мырза жомарт кісі, сондықтан әрине 10 минутта бұл кісінің басындағы дүниенің барлығын 10 минутқа сыйғызу қиын, мүмкін емес нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан ең бастысы негізгі бағыттарын сіздер үшін айқындап көрсетіп кетті. Меніңше ары қарай қызығушылық танысаңыздар, алыс болсақ та бір-бірімізден, басқа қалада болсақ та интернет арқылы жақынбыз. Мінекей алдымда тұр Жеңіс мырза, сіздердің де алдыңызда тұр. Парақшасына кіріп, жазылып, ары қарай курстар туралы толық оқып ала берсеңіздер болады. Жәке, сізге Алла разы болсын, тұтқан оразаңыз қабыл болсын. Бүкіл мағлұматты бердіңіз. Бүгін меніңше әдемі эфир болып өтті. Біздің көрермендеріміздің де көңілінен шыққан сияқты, ойдағыдай болып барлығы. Сіздерге рахмет айтам. Эфирімізге келіп, уақытыңызды арнап, сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін тағы да рахметімді айтам. Сізге де рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы. Сақтап қоясыз ғой? Иә, сақталады эфир. Жақсы. Сонымен достар, бүгінгі эфиріміз аяқталды. Өте әйбат эфир болған сияқты. Жаңа біреулер жазып жатыр. Әдетте Бақытжан аға сөйлеуші еді, бүгін Жеңіс аға сөйлеп жатыр дейді. Мен сұхбат алғанда өзім көп сөйлемеуге тырысамын. Кейбір сұхбат алушылар болады, сұрақ қояды да өзінің пікірін айтып кетеді. Мен ондай нәрсені онша ұнатпаймын. Жалғыз өзім тікелей эфир жасаған кезде әрине 1 сағат бойы өзім сөйлеп шыққанды ұнатамын, бірақ сұхбат алғанда мен екінші рөлдемін. Сіздерге рахмет. Эфир көңілдеріңізден шықса, мінекей уже қойып жатыр, мынандай бір белгі тастаңыз. Жәке Жеңіс мырза да көріп отырса керек, ол да бір қуанып қалсын. Мен эфир